қаласының интеллектуалдарының ақылды ойды серік еткен азаматтардың басын қосатын бірден бір орталық. Олар жайлы айтылмайды биік биік мінбеде. Астана қаласының тілдер дамыту және архивтер ісі басқармасының ұйымдастыруымен өткен наурызға арналған қазақша квизге біз Астана қаласы жастар театрының атынан қатысып отырмыз. Команда жинап келдік. Өте тамаша дайындалған, ұйымдастырылған іс-шара болып отыр. Сұрақтар өте күрделі, ойлануға, қисын талғамға жетелейтін сұрақтар. Сондықтан үлкен алғысымызды білдіреміз. Жиірек, көбірек өткізсе қубаттық болатын еді. Рахмет. Біз Айкөмек 109 мекемесінен келдік. 5 адам болып қатыстық. Бүгін өте қызықты ойын болды. Интеллектуалды, қызықты сұрақтар барлығы өте жақсы дайындалған. Кейбір сұрақтар қиындау болды. Әсіресе соңғы тур қиындау болды. Бірақ барлығымыз ат салысып, бірігіп, жауаптарды дұрыс шешуге тырыстық. Енді жақсы балл алдық деп ойлаймын. Әрине, енді тағы да бұдан кейін ұйымдастырылып жатса, келеміз, қатысамыз деген ойымыз бар. Негізі бірінші рет қатысып тұрмыз. Еңбек және қорғау департаментінен келіп отырмыз. Бүгінгі ойын өте тартыс өтті, өте қызық өтті. Бәрін жақсы ұйымдастырған, алғыстарымызды айтамыз. Осындай өзіміздің ана тілімізді құрметтеп, ары қарай дамытуға, осы Астана қаласының тіл дамыту басқармасы ары қарай басқара берсе, қазір өсіп жатқан жастар қолдап жатса, өте мықты болады деп ойлаймын. Біз биылдыққа бірінші рет қатысып отырмыз. Мен өзім бірінші рет қатысып отырмыз. Негізі жастар келіспеді, сұрақтар қызық өтті. Келе жатқан наурыз мейрамдарыңызбен өте тартымды, өте қызық өтті. Ал, құрметті ұйымдастырушылар, істеріңізге Алла береке берсін. Қазақтың әр тарапты саласындағы әр түрлі азаматтармен танысамыз, кездесеміз. Интеллектуалды ойынның нәтижесінен бұрын ойынның өзі жақсы ғой. Рахаттанасың, ойды қозғайсың, миды істетесің. Осындай ойындарды көп ұйымдастыра беріңіздер. Істеріңізге береке тілейміз. Біз бұндай интеллектуалды ойыннан ешқашан бас тартпай келіп тұрамыз. Құрметті бауырлар, сабырлай айтпақшы, әр қазақ менің жалғызым демекші, әрқайсыңыз біздің жалғызымызсыз. Рахмет, әреке жігіттер, зор рахмет ұйымдастырушылар. Бұл Қазақстан бойынша біз өзіміз ойлап жүрміз ғой, қатысып жүргеннен кейін өз жерде ғана өтіп жатқан шығарды. Қазақстан бойынша квиз жақсы дамып келе жатыр. Біздің балаларымыздың білімді, саналы болуы осы біздерден басталады. Осындай ұлтқа қосып жатқан үлестеріңіз, сіздердің орасан істеріңізге береке берсін. Алла разы болсын. Жеңістің жолында